1889 жылы Үндістанның Қадиян деген шағын ауылынан бір адам өзін барлық діндер күткен, уәделенген Мәсих және уәделенген Мағдимін деп жариялады. मैं कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब हूँ. Оның мәлімдеуінше, оның кейпінде Исаның, Кришнаның, Будданың келулері жүзеге асқан. Ол барлығы асыға күткен Мәсих, Мағди. Hazreti Mirza Ghulam Ahmad айтылған сүйінші хабарға сай, уәделенген Мәсих және уәделенген Мағди ме? नस्लें हैं मेरी बेशुमार. Осы сұрақтың жауабын алғысы келген адам, осы діндердің киелі жазбаларында не айтылғанына мән бергені лазым. Діндер арасында көптеген айырмашылықтар болса да, олардың барлығы қиямет алдында, ауыр заман туғанда, әлемді құтқару үшін, адамдарды ескерту үшін, оларды тура жолға бастау үшін Құдайдан бір ескертуші Мәсих келетініне сенеді. Осындай пайғамбарлықтар түрлі қасиетті кітаптарда да бар. Мысалы, Інжіл мәсіхшілерге Хазіреті Исаның алейхиссалам келуі жайында сүйінші хабар береді. Сондықтан сергек болыңдар, сендер қожайындарыңның қай күні қайтып келетінін білмейсіңдер. Бұл Исаның қайтып келетініне, ұлы сотта Құдайдың оң жағына орналасып, өзіне сенушілерге қорғаушы болатынына берілген бірегей куәлік. Мұсылмандардың көпшілігі де Хазіреті Исаның қайтып келетініне сенеді. Олар бұнымен қасиетті Құранның келесі аятын байланыстырады. Маған туылған күнімде, өлер күнімде және қайта тұрғызылатын күнімде амандық болады. Үндістердің де сенімі бойынша Хазіреті Кришна қайтып келеді. Олардың қасиетті кітабында Уа Бхаратаның ұрпағы, дін азып, имансыздық жайлаған кездерде мен өзім осы дүниеге түсемін. Ізгілерді құтқарып, залымдардың көзін жою үшін және діннің қағидаларын қалпына келтіру үшін ара-тұра келіп тұрамын делінеді. Осы қасиетті кітаптарда уәде етілген тұлғаның келетін уақытына да нұсқаулықтар бар. Мысалы, Інжілде уәделенген Мәсихтің келетін уақыты қазіргі уақытта орындалып жатқандай көрінеді. Сендер жақын маңдағы шайқастар мен алыстағы соғыс хабарларын естисіңдер. Сонда абайлаңдар, зәрелерің ұшпасын. Бұлар болуға тиісті, бірақ бұл әлі де заманның соңы емес. Себебі ұлтқа қарсы, мемлекетке қарсы соғысады. Түрлі жерлерде ашаршылық пен індеттер, жер сілкіністері болады. Бұлардың бәрі ауыр дерттің басы ғана. Заңсыздықтардың артуына байланысты көпшіліктің сүйіспеншілігі суып кетеді. Адамдар қырылып, түрлі апаттар тарайды. Бір апат екіншісіне ұласады. Көптеген құпия есімді қорқынышты айуандар пайда болады. Осы аллегориялық оқиғаларды шынында болатын оқиғалармен сәйкестендіруге тырысатын және бұл оқиғалардың ақыр заманда болатынына сенетін көптеген мәсихшілер топтары бар. Осыдан бірнеше ғасыр бұрын ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманның мәсихі туралы айтқандары қазіргі заманға сай келеді. Адамдар өздеріне надан басшыларды сайлайды. Оларға сұрақтар қойылғанда, олар білімсіз пәтуалар шығарады. Нәтижесінде олар өздері адасады және өзгелерді де адастырады. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде уәделенген Мәсихтің келетін уақыты материалдық дамудың заманы болады, бірақ дін жер бетінен жоғалады делінген. Мысалы, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: иман Сурая шоқ жұлдыздарына көтеріліп кететін заман келеді. Сол кезде иманды жер бетіне қайтарып, әлемді тура жолға салу үшін адамдардың халы нашарлаған кездегі Аллах тағаланың сүннетіне сай
ол өзінің реформаторын жібереді. Осылайша Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам айтуы бойынша имам Махди келіп, адамдарды тура жолға салады. वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त। अगर हम इन हवालों का मवाजना आज के ज़माने से Осы айтылғандарды бүгінгі күнмен салыстырсақ, सोचने पर मजबूर онда олардың осы дәуірге қатты ұқсайтынын байқауға болады. से हैरत अंगेज मुताबिकत इनमें पाता है। Сондықтан Хазіреті Мирза Ғұлам Ахмадтың мәлімдемесі уақыт тұрғысынан осы дәуірге сай келеді. Бірақ мұсылмандар мен мәсіхшілердің уәделенген мәсіх ретінде осы дүниеге Хазіреті Исаның алейхиссалам өзі қайтып келеді деген сенімдері сұрақ туындатады. Алдымен мәсіхшілердің киелі кітабына жүгінейік. करते हैं। Сонымен Хазіреті Иса мәсіхтің екінші рет келуінің мәнісі неде? Інжілде Хазірет Ильяс пайғамбардың алейхиссалам қайта келуі жайында сөз етіледі. Осыған қатысты Иса мәсіхке сенгісі келмеген сол кездегі яһудилер бүгінгі мұсылмандар мен мәсіхшілердің позициясын ұстанған. Яғни Хазіреті Ильяс алейхиссалам кезінде аспанға денесімен көтеріліп кеткен, сондықтан ол өзі қайтып келуі тиіс. Бұл метафора емес деп Иса алейхиссаламға қасарысып тұрып алды. Алайда Хазіреті Иса алейхиссалам олардың бұндай қате түсініктерін жоққа шығарып, Яхия пайғамбарға нұсқап, егер қабылдағыларын келсе, Яхия келетіні алдын ала уәде етілген Ильяс пайғамбар деген. Демек, кімде-кім Хазіреті Исаны алейхиссалам хақ пайғамбар деп қабылдаса, онда Ильястың қайта келуі шүбәсіз Хазіреті Яхияның алейхиссалам кейпінде жүзеге асқанына да сенеді. Бұдан екінші рет келу тура мағынада, физикалық түрде емес, астарлы мағынада, яғни метафора түрде орындалатынын түсінуге болады. Сол секілді Хазіреті Мирза Ғұлам Ахмадтың мәлімдеуінше, Хазіреті Исаның қайта келуін тура мағынада емес, астарлы мағынада түсіну керекті. Өйткені екінші рет келуі физикалық тұрғыда тура мағынада түсіну сау ақылға да, құдіретті Алла тағаланың заңы мен даналығына да қайшы келеді. Сондай-ақ ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен Хазіреті Исаның алейхиссалам қайтыс болуларына қатысты қасиетті Құранда ұқсас аяттар қолданылғаны Иса Мәсіхтің өзі келеді деген сенімді жоққа шығарады. Мәриямның ұлы Мәсіх бір елші ғана, одан бұрын да елшілер өмірден өткен. Әрі Мұхаммед бір елші ғана, одан бұрын да елшілер өмірден өткен. Егер біз Хазіреті Исаның алейхиссалам қайтыс болғанын мойындасақ, онда оның екінші рет келуі физикалық емес, рухани мағынада орындалады. Сонда да шынайы Мәсіхті қалай анықтауға болады деген сұрақ туындайды. Өйткені кез келген адам өзін келуі тиіс Мәсіхпін деп айта алады ғой. Бұл жайында киелі жазбалар не дейді? Киелі жазбаларда адамның қолынан келмейтін бір белгі туралы айтылады. Сол азалы күндерден кейін кенеттен аспандағы күннің жарығы өшіп, ай да жарығын бермей қалады. Аспаннан жұлдыздар құлап, аспан күштері шайқалады. Сол уақытта аспанда адам ұлының белгісі көрінеді. Сонда жер бетіндегі барлық ұлт ұлыстар еңіреп жылайды. Және адам ұлының аспан бұлттарында зор күшпен және даңқпен келе жатқанын көреді. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келуі тиіс Мағди үшін де осындай белгіні айтқан. Табиғат заңы бойынша айдың тұтылуына ай күнтізбесі бойынша 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері белгіленген. Ал күннің тұтылуына айдың 27-ші, 28-ші, 29-ші күндері белгіленген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің Мағди үшін екі белгі орындалмақ. Рамазан айында ай бірінші күні тұтылады, күн ортаңғысында тұтылады. Әрі бұндай белгілер аспан мен жер жаратылғаннан бері ешкімге берілмеген деп айтқан. Сонымен Хазіреті Мирза Ғұлам Ахмад алейхиссалам Алла тағаладан уахи алып, өзінің үмметке уәде етілген Мәсіх екенін жариялады. Біраз уақыттан кейін өте сирек кездесетін табиғи құбылыс мұғжиза түрінде орындалды. Яғни шын Мағдиді растау мақсатында Рамазан айында ай мен күн тұтылды.
Бұл белгі 1894 жылы орындалды. Яғни хиджра бойынша 1311 жылы Рамазан айының 13-інде ай тұтылды, 28-інде күн тұтылды. Осылай бұл табиғи құбылыс Үндістан және сол жақтағы аймақтарда көрінді. Яғни бұл белгілер мағдилікке талап білдірушінің тұратын аймағында анық көрінді. Ал келесі 1895 жылы жер шарының батыс бөлігінде дәл осы құбылыстар ай мен күннің тұтылуы Рамазан айында қайталанып, онда да тұратын адамдар бұл белгілерді көрді. आसमां मेरे लिए तूने बनाया एक गवाह. Ай мен күнді қажет уақытында тұтылдыру адамның қолынан келмейді. Бұл Алла тағаланың құдіретіндегі іс. Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Рамазанның тұтылатын күндерінің біріншісінде ай, ортаңғысында күн тұтылады, және бұл мәғди болғанда орындалады деді. Осының бәрі алдын ала айтылса, және бұны қолдан жасауға адамның құдіреті жетпесе, бұл расымен де ұлы белгі. Оны уәделенген Мәсих өзінің шынайылығының белгісі ретінде баяндаған. चांद और सूरज हुए मेरे लिए तारीख तार. Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам былай дейді: өткен 13 ғасыр ішінде көптеген адамдар өздерін мәхдимін деп жариялады, бірақ осы аспан белгілері олардың ешқайсысын қолдау үшін орындалмады. Тіпті мәхди болғысы келген патшалардың да бұны Рамазан айында орындатқызуға күш құдіреті жетпеді. Расында, егер бұны орындатқызу Алладан басқа да біреудің билігінде болса, әлгі адамдар өздерінің мәлімдемелері кезінде Рамазан айында ай мен күннің тұтылуын жасаттыруға ақшаларын миллиондап төлеуге дайын болар еді. Жаным қолында тұрған Алламен ант етемін, ол бұл белгіні мені растау үшін аспаннан көрсетті. Соңында жауабы әлі алынбаған бірақ сұрақ қалады. Құдай тағала уәделенген Мәсихке алейхиссалам қалай қарады? Үндістаннан бой көтерген осы жалғыз ғана адамды Құдай тағала жалған пайғамбарларға әзірлеген жеңілісіне ұшыратты ма? Әлде шынайы пайғамбарларына уәде еткен табысына кенелтті ме? Ахмадия мұсылман жамағатының тарихы бұл жамағаттың қаншама қарсылықтарға тап болғанына және илахи жамағаттың басынан өткерген барлық қиындықтарына төтеп беруге мәжбүр болғанына куә. Жамағат мүшелері ең ауыр қатыгездіктерге ұшырады. Шәһид болып жандары қиылды. Бірақ жамағат сонда да өсе берді. Ешкімге белгісіз Қадиян деген шағын ауылдан шыққан жалғыз дауыс біртіндеп көбейе келе, бүгінде оның жамағатына жердің түкпір-түкпірінен миллиондаған жандар қосылды. Бұл әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан жамағаттардың бірі, және оның ұраны өте қарапайым: баршаға махаббат, ешкімге өшпенділік. मैं था गरीब बेकसो गुमनाम बेहुनर कोई न जानता था कि है कादियाँ किधर. जमात अहमदिया मुस्लिमा, वो जमात Ахмадия мұсылман жамағаты уәделенген Мәсих Мәғдидің келгеніне сенетін жамағат. जो आज अमन व आशती का ख्वाहां है, Кім бүгінде бейбітшілік пен келісімді қаласа, әрі жан тыныштығын, сүйіспеншілікті, руханиятты іздесе, және де әділдік пен шындыққа жетуге тырысса, осының барлығын ол уәделенген Мәсихтің алейхиссалам жамағатынан таба алады. लो तुम्हें तौर तसल्ली का
था